Сонда қанша штук келген бұл жерге? 370 штук парта барлығы. Мына өкілдер келді, қалай құрастыратын көрсетіп кетті осы жігіттерге. Бұл кісі сонда осы жердің қызметкері. Есіміңіз? Жұмагелді. Сонда барлығын өзіңіз құрып жатсыз? Стол орнатып мен деп. Сол стол орнатып, мынаның несін? Партамен баспамен берген. Негізгі бұл кісі қандай қызмет атқарады бұл жақта? Жұмысшы қызметін атқарады. Жаңағы ауласына, несіне барлығына жауапты. Болды онда олай болса, мына кісінің жұмысын көріп қайтайық. Жәке, мына сыртты қарап жіберейік. Мұнда сыртты қарап жіберейік. Мына есіктің алдарын. Таңертең келген уақытта осы жерді тазалап. Қанша жылдан қызмет атқарып жатсыз бұл жақта? 2011-ден. Бала шаға, семья? Бар. Қанша бала шаға бар? 5 балам бар. 5 бала шаға, машалла. Енді қай жақта тұрасыз өзіңіз? Міне көмекті беремін. Өзіңіздің үйіңіз? Жалдап тұратын үйім сол. Үй жалдап тұрасыз? Өзіңіздің үйіңіз? Жоқ. Жоқ, үй жоқ. Мына аумақтардың бәрі сіздің қолыңызда. Біраз мусорлар, анау баклажкалар жатыр, анау ішке кіріп кетті. Қазір енді құралдарын алып кетті, бірақ біздің үй беретін үйіміздің кілті анау талдың түбінде жатыр. Мынандай құралдарыңыз бар. Сонда ол біз келмеген кезде жата бере ме? Сол баклажка, анау қағаз, ана жақта қағаз. Мынау не қағаз жатқан? Мынау не зат анау көк күмбек жатқан ішіндегі? Не зат? Бірінің кілті ол. Кімнің кілті мынау? Бұл талдың түбінде неғып жатыр? Түсіп қойған екен. Қой түсіп қалған адамның кілті мынандай бантикпен жатпайды ғой. Жұмагелді аға, мынау сіздің кілтіңіз шығар. Мынау бүгіннен бастап сіздің кілтіңіз. Себебі Қарекет қайырымдылық қорының атынан кезекті еңбекке құрмет жобасымен баспананың кілті. Рахмет. Өзіңіздің сізге табысталады. Өзіңіздің үйіңіз, өзіңіздің баспанаңыз шын жүректен құттықтаймыз. (1169) баспана Ахметов Жұмагелді мырзаның отбасына табыс етіледі. Құтты болсын. Ханымдар мен мырзалар, көп-көп рахмет сіздерге. Мына Қарекет қайырымдылық қорына, мына біздің Жұмагелді ағамыз осы мектепте біраздан бері 10 жылдан аса жұмыс жасайды. Өздеріңіз білесіздер. Бүгін енді үлкен мүмкіндік, үлкен сый жасалып отыр. Өте қуанышты күн. Ал Жұмагелді аға, құтты болсын. Сіздерге көп-көп рахмет. Істеріңіз оң болсын, алға жылжи берсін. Ұжым атынан үлкен алғысымды білдіремін. Әкем деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған.